Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тағы да бір өзгерген кешен. Көлік жуу кешені Platinum Автоспа деген. Алдындағы түсіп кеткен жәнегі тек қана орысша жазылған қағаздарды көрдіңіздер. Мына жерге кірсеңіздер, мына жерде көрдіңіздер ма? Міне былай жағдай. Қазір бәрі орысша болатын қазір міне. Көлік шанағын жуу, көлік салонын жуу дейтіне. Көрдіңіздер, құрғақ тұман. Бәрі жазылып тұр. Мемлекеттік тілінде кішігірім баға тізімі дейді. Көрдіңіздер ма міне? Қалған көлік жуатындарға үлгі. Жан-жаққа таратыңыздар ағайын. Осылай болу керек. Міне. Мына жердің бәрі тек қана орысша болатұғын. Қазір заңға сәйкес бірінші үстінде мемлекеттік қазақ тілінде жазылып тұр. Мына жердің бәрі өзгертілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Бәрі қазақша жазылған ағайын. Міне көрдіңіздер ме? Ағайын осылай болу керек. Тек қана мемлекеттік тілде жазғанға ол бұзушылық емес. Соны ұғылаңыздар. Қазақ тілінде жазсаңыздар бұзушылық емес. Сондықтан ағайын, таратыңыздар, жан-жаққа көрсетіңіздер, жіберіңіздер. Осылай болу керек. Заң солай. Тілдер туралы 21-ші бабына сәйкес мына көлік жуу кешені бәрі ақпаратты жазып қойды. Керемет. Осылай болу керек. Өзгерді ескертуге құлақ салып, уақытында өзгерткеніңіз үшін лүпіл дейді ғой. Өздеріңізде жасап жүріңіздер жүрген жеріңізде ескерту.